Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Д4 и бір сіздер менен сұрайтын шығарсыздар, затың қайда дегендей. И мен түсіріп болғанда мен далада болыппын дашы. И менің игрокым АФК-да болып қапты. И соң кірсем, мен өліп қаптым. И қарам, жан-жақ қарайым, затым ешқаяқта жоқ. Білмеймін не істейтінімді. Енді қайттан ағаш жерге кеттік, короче. Міне реально жоқ ешқандай жерде, достар. Мен жалғастыруға келдім, ал мына жақта вообще жоқ. Мен АФК-да тұрып қалған, содан удалить өлтіріп салған бір зомбимен. Жағаны өлтіріп салған, мен гринуэлл потя түстім ау. Так, қайтадан ағаш тереміз. Негізі мен бүгін шахтаға баруға планировать еткенмін қазір. Кішкене теректі шахтаға барайық, өйткені каменный инструменттер істеп. Өйткені реш жоқ онша, шахтаға қойып. Достар, кеше көрдім мен актив кәлімуді үлкен болды. Бәріңізге ұнады ғой деймін. Түсіргенші, сондықтан мен ары қарай тағы түсірейін деп жатырмын. Екінші продолжение, короче. Анаяқтан бір шақты көргенбіз. Ағаш. Анаяқтан көрдім мен жаңағы затын іздеп отырмын. Глубокий шахта деп ойлаймын. Мына жақта мен угольдар болды ма? Уголь болды ғой, не есімде. Сол президент бәрін қайтқан істеп АФК-да тұрып қалған не істегенсің ғой. 3 камень терек, қазір каменный инструмент істеп қойып. Бәрін жаңадан бастаймыз, короче. Үйіміз бар, кроватіміз бар. Жаңадан. Мамам чуть-чуть ағаш теру керек. Ағашсыз жүрген. Бізде аз ағаш қазір. А мүмкін көп кирка істеу керек, өйткені алмазный кирка емес қой какой-то. Сондықтан палка керек болады. Мен қазір каменный топор істеймін. Кәдімгідей нормально так порубим. Каменный топор. Так, все. Қазір ағаш теріп аламыз, кәдімгідей нормально так. Жету үшін бір сенімді жету үшін бір ағаш теріп алу керек. Достар, если сендер үшінші продолжениесін қаласаңыздар, онда 4 лайк жинаңдар. 4 лайк и продолжениесі бар. Короче, 4 лайк жинасаңдар болды ғой. Так, тереміз. Мен мажорит етіп көп сұрамаймын, 10 лайк деп, хотя бы 4 лайк. Так, тереміз. Уже так нормально деп ойлаймын. Ағаш кәдімгі нормально болу керек. Осыны теректе жетеді осы. Сенімді мамамшы осы жетеді дегендей. Қазір қарайықшы. 22 не, нормально. Уақытта жүрдім ғой. Так, теріп. И тамақ керек. Тамақ. Голд уже түсіп барады, қарасаңыздар. Так, топормен тамақ іздеп өлгенді. Сундыққа мен ешнені салмаған, сондықтан заттарым жоғалып кетті полностью. Испарилось. Что делать? Жоқ, мен негізінде қуанышты емеспін вообще. Уақытта соншалық ценный заттар болмаса да, мамам қайттан бәрін істеу керек қойды екен. Уже менде жаман қарны ашып жатыр, қазір оны пісіру керек. Көп жұмыс. Бірақ толтырскен бе, издевайтесь. Уже жүгіре алмай қалдым. Аны өлтіріп үйге барып толтырып алайық, соны қайттан іздейік. Өйткені былай іздеген енді қиын. Так, мынаны тере салайық, жол жөнекей. Тура мына жақта өзі тере салу керек қой. Так, тере салайық. Енді үйге кеттік. 100 сағат үйге барамыз. Аяқты тағы бір стенка жүр. Оны да өлтіре салайық. Так. Так, енді ана коробкаға барып жүрмейін. Тоще. Қазір бірінші не істеп алу керек. Вот сол үшін ағаш тердім ғой. Енді бізде өйткен уголь ештеңе жоқ сумкада. Сундықта мына ештеңе жоқ. Сол үшін енді немен күйдіреміз, конечно, енді немен пісіреміз. Ішінде 6 тал бар екен. Қызық. 6 плита. Так, біз жарты етеміз. Короче, жарты етіле берсін. Мен чуть-чуть күте тұрам. Короче, не істеп білек бір. Ағаш терпей жоғай, қазір голд одан ары түсе береді. Мынаны өлтіресілік. Қиынымыз көп. Все, өлтірдік. Паутина түсті ма ше? Паутина түспей оғыш. Ладно, окей. Так, мына алайық. Мына уже пісті үшеуі. Так. Чик. Все, нормально.
Нормально. Все, жетеді ғой деймін осы. Еще кирка істеу керек. Мынаны істейміз да, былай істейміз да. Тағы бір кирка істеп аламыз. Енді каменный кирка тез сынады, сондықтан. Все, кеттік шахтаға, дайын мына шахтаға. Факел, аяқтан факел істеп алу керек еді, ол деревянный угольмен. Бірақ не болатын шығар ол жақта. Уголь. Уголь табатын шығармын енді. Или таппаймын ба? Қазір іздейік уголь. Екен уголь сіз мен қазір төмен жаққа түсініп тұрған жоқ. Так, тереміз. Кәдімгідей уголь теріп алу керек, щоб кәдімгідей бір факел шығуға. Көп факел істеп алу керек. Кәдімгідей үлкен мен шахта не қарайын деп тұрмын шахтаны, ше кәдімгідей көп. Так, палка істеу керек маған. Так, осының бәріне палка істеп тек. Так, еще тағы уголь табу керек, уголь. Короче, жол-жөнекей қазір шахтаға кіргенде тауып бастайтын боламыз. О, міне, таптым. Не айттым, сол келді ғой. Короче, тереміз угольдарды ше. Так, мына жақтан угольдің бәрін теріп аламыз. Соң резко факел қалыптырамыз, сол факел көп болу үшін. Так, тереміз. Ох, уголь көп болса, уголь көп. Угольдардың орнына алмаз болса. Ал, короче, тере берейік. Армандамай-ақ қойық. Так, терек. Маған хотя бы бүгін алмаз болмаса да көп железо теріп алғым келіп тұршы. Ну, кәдімгідей железо теріп алу керек маған шу. Железо керек. Алмаз тапсам вообще крутяк болады негізінде ше. Дәу шақты болып, бұның ішіне алмаз болса екен. Теріп сөйтіп тілейін. Ал, тереміз. Ничего не видно. Стелька вообще көрініп тұр мына жер. Короче, арғай түк көріп отқан жоқсың. Кеттім. Мана терес қайық. Бекер тұрма. Короче, уголь жетеді деп ойлап, 34 уголь. Бір угольмен бір палкадан кәдімгідей 4 факел істейсің. Болды, жетеді бұл. Так, қараймыз мына жақта не бар екен. О, железка, все. Ну, үлкен жақты болса, все, мен железкамен жүрім. Вот. Железный броня деп қояды дейді. Дәу шахталарда железо көп болады. Майнкрафтта қанша ойнап келетін, какста көп кездестірім. Кәдімгі дәу шахталардың. Кәдімгі бір жерде кәдімгі көп железо таптым негізінде. Қанша бір жерден 13 железо таптым. Не еріп кетті. Да, маған көтті ол. Тек мына жақын шығайық енді. Опа, тағы уголь. Ай, тағы железо дейді. Уголь деп жүрдім ғой. Железоны теріп аламыз. Железо өте керек. Қазір біз выживаниеден бастадық, сондықтан железо қазір бізге кәдімгідей керек. Зомби бар. Да, өлтіре саламыз. Не жүр? Мен ағыз секірін деп тұрған жоқ қазір. Опа, еще шақты. Қатты төмен түсініп тұрған жоқ, кәші. Мына ақтарды тере тұрамыз. Қайттан келеміз ол жаққа. Мына ақтарды упускать это не надо. Железом бәрін теріп алайық. Мына